Бәріне селем достар, бүгінгі видеоға қош келдіңдер. Сіздермен мен Рамазан. Бүгін сіздерге лайв контент түсірейін деп жатырмын. Лайв контент шықпағалы өте көп болды. Бүгін сіздерге комнатама обзор, сонымен қатар компьютеріма обзор түсіретін боламын. Осы видеоны барлығы көптен күтті. Барлығы сұраған соң компьютеріне обзор түсірші деп мінекей түсірейін деп шештім. Деп жүреміз да, қазір өзіміздің ролигіміз басайтын боламыз. Сол үшін міндетті түрде осы видеоға лайктарды басуды ұмытпаңдар. Егер де көптеген осындай лайв контенттер, осылай влог сияқты контенттер шықсын десеңдер, міндетті түрде лайктарды басып, комментарийға жазыңыздар. Сонымен қатар каналға тіркеліп, подписаться кнопкасын басуды ұмытпаңыздар. Ал біздер видеомызды бастаймыз. Бүгінгі видеоның спонсоры BigXBet компаниясы. Спортқа немесе киберспортқа тігетіндер болса, менің Roma X промокодымда терсеңіздер, сіздерге алғашқы депозитке 260 000 теңгеге дейін бонус береді. Сол үшін регистрацияға міндетті түрде Roma X промокодын теріп, бонус алыңыздар. Сілтемесі закрепленный комментарийда. Жалпы неден бастасақ болады екен? Давайте өзіміздің комнатамыздан бастайтын боламыз. Мына есіктің артында басқа комнаталар бар. Өзімнің бөлмем есігін жауып алып, мінекей обзор түсіріп жатырмын. Что-то комнатаға освещение жетіспей тұрған сияқты. Давайте светті жағып қоямыз. Нормально, кішкене болсын, жарық болды. Давайте мына диваннан бастайық. Мына диван бізде 2,5 метрлік диван. Яғни осыны 201 нәрсе мыңға сатып алған болатынмын. Бұл диванға достар бізде 2 жыл болғанда, бірақ соның өзінде качествосын қарасаңдаршы, қандай качество, кәдімгідей новый сияқты ғой. Әлде мен күтіп ұстаған ба бұл диванды, білмеймін ғой енді. Одан кейін бізде неяқта картинка осындай. Бұл картинканың бағасы бізде 45 000 46 000 арасында тұрады. Почти 50 000 десек те болады. Бұл бізде заказбен істелген картинка. Осыны біреуден заказ берген болатынмын. Қарасаңдаршы, просто әдемі болып тұр, комнатаға әдемі вид береді. Негізі ойлағам тағы да осы жерге алсам бекен, немесе мына жерге алсам бекен, неқандай неоны оймен Рамазан деп жазып қойсам бекен, қалай болады екен деп сол өзімде ойлап жүрген болатын. Давайте комментарийға жазып кетіңіздер, қандай идеяларыңыз бар, комнатаға қандай әдемі нәрселер істеуге болады, соны жазып кетіңіздер. Және де неяқта көріп тұрғандай, бізде мына жерден осылайынан линиядан не кеткен, подсветка кеткен, яғни бұл RGB подсветкамен жанатын болады. Көк, қызыл, жасыл, фиолетовый, неше түрлі цветке. Оны сіздерге видеоның соңында компьютерге обзор жасаған кезде көрсететін боламын. Полностью терезенің барлығын жауып, бөлмені қап-қара қылдырған соң, сол кезде бұл әдемі көрінеді. Бағана мына жерге жатқам ғой, кішкене осылай жөндеп қойыншы. Енді нормально болды. Қазақи ғой, қазақи көрпе. Одан кейін давайте менің шкафыма обзор түсіріп кетейік. Бұл жақта не барын көрсететін болам. Ең төменнен басайық. Бұл бізде білетін шығарсыңдар енді үтік қой кәдімгі. Одан кейін ноутбуктың зарядкасы, одан кейін мен Apple Watch'ым зарядкасы. Кстати, достар, мен Apple Watch'ымды жоғалтып алған болатынмын. Одан кейін мынандай машинкалар. Негізі өзім осындай коллекцияларды ұнататыным бар. Бірақ просто тұр, шам басып қалсыншы. Шам болып отыр ғой, шам. Просто тұр бар ғой, как коллекция ретінде. Ал бұл болса бізде петличный микрофон, осындай качествосы онша емес, бірақ басқасын алу керек сияқты. Мынау менің парфюмдарым. Одан кейін Дубайға алғаш рет барған кезде осындайды естелік ретінде өзіме ала келген болатынмын. Примерно бағасын өзі неше, бір 4,5 ба сондай теңгеге алдым. Мен Дубайда қымбат бұндайлар. И компьютерные очки, сонымен қатар менің цепочкам, и мына ракушканы сол Дубайда судың жағасынан алып келген болатынмын, траверстін деп. Ал мынау болса ерінге жағатын помада, жалпы ерін көп жарылады бар ғой, сол кезде жағып аласың, и нормально болады. Мынаяқта бізде карточкалар тұр екен, Magnum, Onай дейді. Ойбай, мына карточкалар мен қолданбағалы қаншама болды. Бұрында машина жоқ кезде, Алматыға енді көшіп келген кезде автобуспен жүретін едім, ақшаны экономдау үшін. И таксиға ақша көп құртпас үшін. Одан кейін мен YouTube кнопкаларым. Мынаяқта менде Рамазан деген YouTube кнопка, мен основной каналымның кнопкасы 100 000 подписчик. Одан кейін екінші каналым Ромби деген. Енді бұйырса осы үшінші каналды 100 000 подписчикке жеткізсек, осы каналдан да Рамазан деген кнопка алатын боламыз. Сол үшін міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бір саты төбеге көтерілсек, бізде мына жерде HyperX-тің наушнигі, бұл бізде Bluetooth наушник. Одан кейін өмірімнің өрнектері деген менің атамның кітабы, мінекей Тілеуберді деп тұр. Бұның артында Құран кітап. Ал мына жерде HyperX-тің девайстары. Одан төбеге қарасақ, Алов деген білетін шығарсыздар деп ойлаймын. Алибеков деген блогердің бренді, яғни соқтан футболка алған болатынмын. Оның төбесінде бізде ящик, так, ноутбук, чемодан, мынау системный блоктың коробкасы, мынау бізде мына пылесос. Ішін төгу керек ете, шам болып отыр ғой. Ал мынау болса мен, видео түсірген кезде артынан қолданамын, чтобы әдемі не беру үшін, подсветка беру үшін осы жерге қойып қоямын. Веб-камерамен түсірген кезде мына жер бізде фиолетовый, көк көмбек болып әдемі болып жанып тұрады. Сол кезде
бұл керек болады, сол кезде көмек тиеді бұның. Қазір аз қалды достар компьютерге көшуге. Мынаны да қосуға аз қалды, бәрін қосатын боламын, комнатаны қап-қараңғы қылдырып. Жалпы бізде комната бойынша басқа ештеңе жоқ. Мына жақта менің киімдерім бар, мына жақта менің курткаларым бар. Бөлмемді көрдіңдер деген ойдамын. Енді давайте мына терезені біздер қазір жабатын боламыз, комнатаны яғни қап-қараңғы қылдырамыз. Сонымен қатар мына жерде осындай шторка бар менде. Жаңағы видео түсірген кезде қап-қараңғы қылдыратын. Негізі жақсы бұл бар ғой. Кәдімгідей түсіріп тастайсың, и комната кәдімгідей қап-қараңғы болады. Так, енді соңғы үшінші терезені жабатын боламыз. Опа, все. Қараңыздар, кәдімгідей бізде қап-қараңғы болып қалды. Енді мынаны жауып жіберсек, кішкене чуть-чуть. Вот, енді қараңғы болды. Так, енді біздер светті өшіреміз. Оп, вуаля, комната қап-қараңғы. Ал енді қазір біздер мынаны қосатын боламыз. Опана, мінекей достар, осыны күттіңіздер ғой сіздер, осыны жануын қараңыздаршы, әдемі болып тұр ма? Енді қазір бұның цветін ауыстыратын боламыз. Жастықтың артында, короче, мына жерде өзінен пультпен қолданатын нәрселер бар, мысалы қызыл, жасыл, көк. Маған мысалы көк пен фиолетовый цвет ұнайды. Мінекей көк цвет бізде осылай көрінеді. Менің комнатам әдемі болып тұр ма? Игровой комната болып тұр, иә, кәдімгідей. Енді фиолетовый. Вот маған фиолетовый ұнайды осындай. Осындай да ойнап отырам ойындардың барлығын. Бағана ғана жарық болып тұрған, енді бізде қап-қараңғы болып тұр. Жарық қылғың келсе пердені ашып тастайсың, қараңғы қылғың келсе пердені жауып тастайсың. Болды, смело осылай компьютерде ойнап отыра бересің. Так, давайте енді мынаны қосатын боламыз. Біздер мынадан көк көмбек цвет нормальный деп ойлаймын. Мінекей көк көмбек, мынаны аққа жандырып қойдым. Видео түсірген кезде бұл бізде әдемі фон беріп тұрады. И мына жерде бізде өзіміздің қазақи құрт жақсы көретіндер болса, давайте комменттерге жазып кетіңіздер. Ал енді менің компьютеріме келетін болсақ, микрофон, HyperX Quadcast, одан кейін мышка, клавиатура, наушник, үшеуде барлығы HyperX, веб-камера Logitech, и мына жерде бізде осындай подсветка бар. Мына жерінен кнопкамен бассам, бұл бізде жанат мінекей осылайынан. Давайте осылайынан қойып қоя саламыз. И экран бізде Asus 280 Гц-тік менің каналым тұр мінекей. Одан кейін изогнутый Samsung экраны. Артында бізде осындай кронштейндер бар. Бұларды біздер смело бұлай қозғалта аламыз, қараңыздар. Қалаған жаққа көтеріп майыстыра берсек болады. Жалпы өздеріңізге осындай кронштейндер сатып алсаңыздар болады, өте ыңғайлы достар. Бағасы бар болғаны 10 000 теңге, сатып алсаңыздар өкінбейсіздер. Ал мынау менің 2 жыл қолданылған креслам. Енді бұл кресланың уақыты жетіп қалды, почти ауыстыратын уақыты келіп қалды дегендей. Өзінің жұмысын жақсы атқарды. Жаман деп айтпаймын, жақсы, ешқандай жыртылып, ондай ештеңе болмаған. Кәдімгідей офисный кресло ғой. Кезінде бұны 45 000-ға ма сондай бағаға сатып алған болатынмын. Енді креслоны бүйтіп тартамыз да, менің ең главный процессорыме обзор түсіреміз. Ойбай, қарасыңдаршы. Соска ма? Соска ғой, иә? Системный блоктың іші бізде осылай жанып тұрады. GeForce RTX Gigabyte компаниясынан, сонымен қатар HyperX-тің азушкалары тұр мінекей. Одан кейін кулер мінекей жанып тұр. Бір кулер, екі кулер, төбеде үшіншісі бар. И алдында екеу бар жанатын который. Компьютердің характеристикасы мінекей көріп кетсеңіздер болады. 32 гигабайт азу, сонымен қатар Intel Core i7 11700K. Ал видеокартам болса RTX 3060. Мінекей достар, обзор осымен соңына жетті деп ойлаймын. Сіздерге қысқаша осындай керемет обзор түсірдім. Комментарияға жазуды ұмытпаңыздар, осындай лайв контенттер шығып тұрсын ба, тағы да шығарайын ба, соны жазып кетіңіздер. Егер де бұл видеода қолдау көп болып жатса, мен тағы да машинама обзор, бір күндік өмірімді осының барлығын түсіретін боламын. Сол үшін давайте максимально осы видеоға лайктарды басып, поддержка беруді ұмытпаңыздар. Барлығын мазалаған обзор мінекей осы достар. Ондай қатты таңғалдыратын ештеңе жоқ. Қарапайым бөлме, қарапайым компьютер. Бұйырса ойлап отырмын, осы девайстардың барлығын ауыстырсам ба деп. Новый мышка, новый клавиатура, новый наушник, новый веб-камера, солардың барлығын алатын боламын. Может, сол кезде тағы да обзор түсірем, оны алда уақытта көресіздер. Блог қашан шығады, тағы да осындай лайв контенттер қашан шығады, соның барлығын мен Телеграмға салып отыратын боламын. Сол үшін Телеграм каналға тіркеуді ұмытпаңыздар. Описаниеда Телеграм, Инстаграм каналдар бар, сол жаққа міндетті түрде жазылыңыздар. Ал досымен видео бітті. Барлықтарына көп рахмет видеоны соңына дейін қарағандарына. Сіздермен Рамазан. Келесі көріскенше, давайте достар.